Сәлем достар, сіздер компьютер қосқан кезде Windows жұмыс үстелі қосылатын білесіздер. Ал одан бұрын ең ашқы болып BIOS бағдарламасы қосылатын білесіздер ма? Кез келген компьютер немесе ноутбуктер қосқан кезде компьютердің маркасы және BIOS-қа кіру жолдары көрсетіліп тұрады. Жаңа маркадағы компьютерлерде UEFI түсінікті тілмен жасалған интерфейс болады. Кей кезде мынандай кездесіп қалады. Ал бұрынғы компьютерлерде осындай MS-DOS-қа ұқсайтын түрі көп орнатылған. Бұл видеода мен сіздерге BIOS пен UEFI айырмашылығын және олар не екенін айтатын көрсетемін. Ал біз бастаймыз. BIOS деген не? Ол компьютердің ең төмен деңгейлі бағдарламалық жасақтама және комп қосқан кезде қоса қосылады. BIOS, Basic Input Output System, аудармасы бастапқа енгізу-шығару жүйесі. BIOS-та компьютерлердің техникалы анықтамасын көріп және баптаулары өзгертуге болады. Компьютердің немесе ноутбуктың қандай жабдықтаулары бар, олардың қосылғаны және қосылмағанын қарауға болады. Орталық процессор, видеокарта, дыбыс картасы, сыртқы, ішкі интерфейс порттардың дұрыс істеп тұрғанын көруге болады. Сонымен қоса комп қосылған кезде қандай амалдық жүйе қосылуына таңдау жасауға болатындай жасауға болады. BIOS чипі компьютерлердің аналық тақтайшасына орнатылған және CMOS деген батареясы болады. CMOS батареясы BIOS-тың баптауларын қайтадан жаңартуға немесе қайта жүктеуге арналған. BIOS-ты шақыру үшін экрандағы батырмаларды басасыздар. Post Power on Self компьютер қосылған кезде автоматты түрде ақауларға аппараттық тест өткізеді. Ақаулар болса осындай азбука Морзе секілді бірақ техникалы дыбыс шығарады. Ақаулар олар қандайда бір компьютер жабдығы істен шыққанын немесе дұрыс істемеуін ескереді. UEFI дегеніміз BIOS-тан қарағанда түсініктілеу бастапқы бағдарлама. Артылықшылығы, бағдарлама тілін ауыстыру, баптаулар беттері орын-орынмен орналасқан. Бағдарламаны сыртқы жадыдан, яғни флешкадан жаңартуға болады. 1 терабайт жадыдан жоғары флеш-карталарды қатқыл дисктерді оқиды. GPT схемасы бар, жад ұяшықтармен жұмыс жасайды. 32 және 64 разрядты жүйелермен жұмыс істейді. Және де Secure Boot қауіпсіздік жүйесі қосылған және ол Windows немесе басқа амалдық жүйені вирустардан қорғайды. Бұл видеоны сіздер үшін Қазтехногид ұжымы жасаған. Видео ұнаса YouTube арнаға тіркеліп лайк басыңыздар.